Мен Әбдіхалықов Елдар Ерікұлы. Қазіргі таңда номер 67 мектептің тарих пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарамын. Біздер жай білім беруді тоқтатуымыз керек. Біздер оларға ерекше білім беруіміз қажет. Жаңа әлемдік жетістікке жету үшін біздер оқушылардың бойына кәсіби маман болуды, өз ісін жақсы көретін, қоғамға пайда әкелетін шәкірт тәрбиелеу. Жүсіпбек Аймауытов атамыз айтқандай, ұстаз ұстаз емес, шәкірт үшін күймесе, шәкірт шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе, біздер балаға сүюді үйретуіміз керек. Сүю дегеніміз қамқорлықпен қарау. Әрбір ұстаз шәкіртінің жүрегінен орын таба білуі қажет. Өзімді шыңдау үшін Корея, Түркия елдерінде тәжірибе жинақтадым. Сонымен қатар қала бойынша әртүрлі тренингтер жүргіземін. Ұстаз жан-жақты болуға қажет. Бос уақытында спортпен, аспаптармен ойнауға, тілді жаттауға, шығармашылық жұмыспен айналысқан жақсы көремін. Бүгінгі күнмен емес, ертеңгі күнмен өмір сүру негізгі кредом болып саналады. Мен ментор болғым келеді. Арманым әлемнің үшінші ұстазы болу.